Сіздермен өте дәмді және жұмсақ пирог жасаймыз. Небәрі 3 сағат қана керек. Рецебін білу үшін подписаться кнопкасын басып, бізге тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 150 грамм қант, 150 грамм ұн керек. Бар жоғы осы 3 сағат арқылы біз өте дәмді шаймен ішетін пирогты дайындаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, жұмыртқалардың сарысын бөлек, ағын бөлек осылайынан ажыратып аламыз. Сосын ағын жақсылап отырып миксерден өткіземіз. Осылайынан қою болғанша миксерлаймыз. Көріп тұрғандай қою болды. Енді үстіне біз 150 грамм жаңағы қантымызды саламыз. Қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жаңағы жұмыртқаның сарысын қосамыз. Енді бұны осылай қалақшамен араластыра беруге болады. Миксермен араластыру міндет емес. Осылайынан жақсылап араластырып аламыз. Сосын жаңағы ұнымызды қосамыз. Ұнды қосып жақсылап араластырып, бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз осылайынан. Видеода көріп тұрғандай осындай болу керек. Енді табамызды майлап, үстіне жаңағы дайын болған қамырымызды жаямыз. Бетін бір келкі қылып осылайынан әдемілеп дайындап аламыз. Сосын қызып тұрған пешке 150-180 градус арасына қоямыз. Пирогымыз уже дайын, небәрі 20-30 минутта пісіп қояды. Арасына әркім өз қалауымен болады. Мен екіге бөліп, тәтті болу үшін арасына сгущенка салып, бетіне осылай шоколадтан сеуіп қойдым. Пирогымыз өте дәмді, өте жұмсақ, әдемі шықты. Не көріп тұрғандарыңыздағыдай, видеодағыдай. Барлықтарыңыз қас болсын, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.